Оқушылар қазір топқа бөлінеміз. Топқа бөлінбестен бұрын барлығымыз QR кодты ашамыз. Мына жерде екі QR код тақтайшасын сканерлеп, қайсысы қандай сурет шығады, топтың аты бар, сол топқа келіп жайғасатын боламыз. Кәдімгі бастаймыз. Тез-тез сканерлейміз. QR кодтарыңызды ашып, тез-тез сканерлеңіздер. Болыңыздар тез-тез. Сканерлейміз. Қызыл тас шыққандар рубин тобына жайғасамыз, екінші топ, ал көк тас шыққандар сапфир тобына жайғасамыз. Тез-тез отырыңыздар. Оқушылар, қазір үй тапсырмасын Zipgrade бағдарламасымен орындаймыз. Мына сұрақтар, 10 сұрақ берілген, 10 сұрақты мына жауап парағына белгілейтін боласыңдар. Түсіндік қой, алдыңғы сабақтағы сияқты белгілейміз. Күнін, аты жөндеріңді барлығын жазып шығасыңдар. Міне сендерге сұрақтарың, және екінші топқа аты жөндерің, міне сұрақтарың барлығын орындап шығасыңдар. Түсіндік қой, бұған жалпы 2-ақ минут уақыт берем. Қанша уақыт береді екен оқушылар? 2 минут уақыт берем. 2 минут. Ал оқушылар, уақыт бітті, 2 минут уақыт бітті. Болдық па? Парақтарын қазір сканерлеп шығамыз. Дұрыс жауаптарын мен сендерге айтам, сразу белгілеп қоясыңдар, бағалау парағына белгілеп қоятын боласыңдар. Түсіндік қой, Міне. Қорғанда, қараңдар, міне оқушылар, қорғанда 6 дұрыс жауап болды. 6-ауы дұрыс. 6 балл қоямыз қорған. Оқушылар, қазір үй тапсырмасын Zipgrade бағдарламасы арқылы сканерлеп шықтым. Әрқайсысының өзінің балдарын шықты, балдарын айтып шықтым. Енді мына өзін-өзі бағалау парақшасына аты жөндеріңді жазасыңдар. Бірінші тапсырмаға қанша бала? Мысалға, қорған 6 бар. 10 балдан 6 бала алды, 6 бал деп жазамыз. Әрқайсымыз өз. Қазір тақырыпты, бүгінгі өтетін тақырыбымыз қандай еді? Есімізге? Қосылыстар, яғни алюминий қосылыстары туралы қазір сөз қозғайтын боламыз. Бүгін сендермен күндегі әдеттегі сабақтағыдай электронды нелерді қолданамыз бүгін? Жасалынды интеллект құралдарын қолданамыз. Телефон алып келуге айтқанымен алып келдік. Он сабақ барысында қазір тиімді қолдануды үйренетін боламыз. Қазір ThinkLink деген бағдарламамен сендердің топтарыңа, яғни WhatsApp-қа, тобымызға ссылкасын жіберемін. Бірінші топқа және екінші топқа. Сол ThinkLink бағдарламасындағы, ол бағдарлама дегенімізде электронды парақ деп аталады. Сол электрондық парақта 3 белгіден бар. 3 белгіні аша отырып, бүгінгі сабақтың түйінді идеяларын постерге түсіретін боламыз, Осы постерге түсіру барысында сендерді жалпы топтық бағалау жүргіземін. Қатысқан оқушыларға асықпен бағалайтын боламын. Түсіндік қой, Асықпен бағалау жүргіземіз. Қазір алдарында постер берілген, керекті құралдар берілген. Сол арқылы қазір барлығымыз телефонымыз қосып, чатқа кіріп, группаға кіреміз, және ThinkLink бағдарламасын ссылкадан өтіп тапсырманы орындайтын боламыз. Тақырыбы қараймыз. Барлығымыз дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазып, дәптерімізге сабақтың тақырыбын жазамыз. 13-ші топ металдары, алюминий және оның қосылыстары, және соған байланысты номер 7-ші көрсетілім алюминий және оның құймаларын қарайтын боламыз. Бүгін осы тақырыппен танысатын боламыз. Мен сендерге бір үлгі көрсетемін. Бұған жалпы 3 минут уақыт беремін. 3 минут уақытта қазір постерге барлық идеяларымыз түсіреміз. Одан кейін оны айтып шығуға қанша минут уақыт береді екен? 2 минут. Жалпы сонда жаңа тақырыпты ашуға қанша уақыт кетеді екен бізде? 5 минут уақыт кетеді екен. Қараймыз. Бізде қандай белгілер тұр оқушылар? Қарайықшы тақтаға. Қандай белгілер көріп тұрмыз? Бұны электронды парақ деп атадық, Бүкіл информацияны осы параққа жинақтап қойғам. Қараймыз. Қандай белгілер бар? Жоқ, мына жерде белгілерді көрейік. Мынандай белгі. 3 қанша белгі көріп тұрмыз оқушылар? 3, 1, 2 және 3. Сон біреуін ашып көрейік. Мысалға, мына белгіні ашып көрейік. Бұл жерде не туралы беріледі екен оқушылар? Алюминийдің сипаттамасы туралы беріледі екен. Осы бойынша постер қорғайтын боламыз қазір. Екінші таңбада бұл жерде не берілген екен оқушылар? Ғалымдар. Қандай ғалымдар? Алюминийді ашқан ғалымдар туралы айтылған. Түсіндік қой, Ал оқушылар, қатысып жатқан оқушыларды бірден бағалап кете берейін. Мерейге берем, Гүлназға, Ұлжанға. Бізде Нұрай не қызмет жасап жатыр? Бізден телефоннан ссылканы ашып жатыр, Қорған бізге көмектесіп жатыр. Назгүлге береміз. Құрылысы міне. Ал оның тұтылу дәрежесі +3-ке тең. Жақсы. Яғни атом құрылысын жақсы баяндаған. Оқушылар көріп тұрмыз ба?
яғни атом құрылысы нақты жақсы жазылған. Ары қарай ғалым дейді. Алюминийді бұл кезде алғаш рет 1825 жылы даниялық физик Ханс Кристиан Эрстед алған. Яғни алюминийді кім алған екен? 1825 жылы алғаш рет даниялық ғалым алған екен. Жарайсыңдар, келесі. Біз алюминийді жасалған тұрмыстық қажетте қолданамыз. Яғни біз тұрмыстық қажетте қасық, ыдыстарды, шелек, әртүрлі заттарды қолданамыз. Оқушылар, қазір енді бізде 7-ші көрсетілім бар еді ғой, сол 7-ші көрсетілімді, яғни алюминийдің маңызды құймалары берілген және оның қолдану аясын осы топқа, яғни біріктіретін боламыз. Бірінші топқа мынаны берем, екінші топқа. Бұл жерде не істейміз? Дөңгелектердің ішіне алдарында тұрған маркерлерменен алюминийдің маңызды минералдарын жазып шығамыз. Екінші қатарға аттарын жазамыз. Кейін топтар бір-бірімен алмастырып, осыларды сәйкестендіретін болады. Түсіндік қой, оқушылар? Бұл кезеңді сендерді асықтармен бағалайтын бол. Мен де коллекция алып келемін. Алюминий және оның маңызды қосылыстары, яғни минералдары туралы коллекция, яғни көрсетілімге осы коллекцияны қолданатын бол. Міне сендерге осы коллекцияларды берейін. Мысалға, мына 9-ды қараңдаршы оқушылар. Мерей, қарашы 9-ға не берілген екен? 9-ға. Силумин деген алюминийдің маңызды несі берілген екен? Құймасы берілген екен, түсіндік қой, топпен болып жасаймыз. Оқушылар, қазір енді сабақты жақсы түсіндік, керекті мәліметтерді алдық, дәптерге жаздық, енді бағалауды жүреміз. Бізді енді міндетті түрде не жүргізуіміз керек? Есеп шығаруымыз керек, сабақ барысында. Қазір сендерге деңгейлік есептер беремін, яғни жасыл бұл жерде деңгейі қиындау есеп, сосын қызыл орташа және сары А деңгейіндегі есептер. Сонда А, В, С деңгейіндегі нелерді береді екен, есептерді береді екен. Оқушылар, қазір кері байланысты Padlet тақтасы арқылы беретін боламыз. Барлығымыз ұялы телефонды ашып, ссылкадан өтіп, Padlet тақтасына кері байланысты береміз. Алдыңғы сабақтарда, сабақ барысында беріп жүрген әдіс сол арқылы қазір кері байланыс беретін боламыз. Енді қазір бағалауды жүргіземіз. Бағалауды өзін-өз бағалау, жалпы барлығын салып, жинақтап, бүгінгі сабақта алған бағалар. Міне, кері байланысқа қарайықшы оқушылар. Тамаша дейді, керемет. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Түркістан облысы Төле би ауданы Садуақас Темірбеков атындағы жалпы білім беретін мектебінің химия пәнінің мұғалімі Қатамкова Гүлмира Толынбаевна боламын. Бүгінгі менің сабағым, химия сабағы 9-шы сыныпта жоспарланды. Яғни жоспар бойынша мен жалпы жасанды интеллекттің негізгі мүмкіндіктерін көрсеткім келді. Соның ішінде мен тіпті сабақ жоспарымды iLesson.com сайты арқылы жасадым, смарт мақсатқа сәйкестендірдім және оқушыларды осы ұялы телефонды, яғни смартфонды дұрыс игеруге, дұрыс пайдалануға ықпал жасау мақсатында сабақ жоспарын жасадым. Яғни бұл жерде QR кодты қолдандым және үй тапсырмасын қорытындылау кезеңде Zipgrade, яғни бағана айтып өткендей, сканер арқылы, парақтар сканер арқылы бірден дұрыс жауабы және бұрыс жауабын шығарады. Оқушылар сонымен жұмыс жасай алады. Сосын Sync-Link, яғни электронды парақшаны қолдандым. Электронды парақша арқылы үлкен ақпаратты бір параққа, яғни бір бетке жинақтап көрсетуге мүмкіндік береді. Және GitMind деген программа жасадым. Жалпы сабақтың құрылымын қазір оны көрсететін боламын. Және кері байланысты мен бірнеше әдістерді қолданамын. Соның ішінде Answer Garden'ді көп қолданамын және Padlet тақтасын қолданамын. Бұл да оқушыларға өте қызықты және оқушылар өзінің ойын еркін айтуға және маған кейін кері байланыс жасап, өзімнің дұрыс істемеген, яғни оқушылар қиындық тудырған кезеңдерді қайта жоспарлауға мүмкіндік беретін платформаларды